телеарнасының тікелей эфирінде жаңа күн сазды ақпараттық бағдарламасы. Сәрсенбінің таңында біздің қонақжай студиямызға қонағымызда келіп жайғасты. Бүгін эфиріміз өте ерекше болайын деп тұр. Өйткені бүгін бізде қонақта Шымкент қаласының танымал әншісі, позитивті жүретін, ақылына көркі сай Қыздархан Еркінқызы келіп отыр. Қош келдіңіз, Қыздархан. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай жеттіңіз? Өте керемет, рахмет. Қайырлы күн болсын. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз ең әуелі. Және таң қайырлы болсын дейміз, сәрсенбінің сәтті күнінде бізге сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс білдіреміз. Енді Қыздархан, жаңа көріп отырмын, үнемі күліп жайнап келдіңіз біздің студиямызға. Қазір де өте сұлу, әдемі болып отырсыз. Енді таңғы көңіл күйіңіз әдетте қалай болады? Үнемі осылай позитивте жүресіз бе? Таңертең енді көбісінің көңіл күйі бола бермейді ғой. Мен көбінесе көтеріңкі көңіл күйде жүремін. Мен көңіл күйімді өзім түсіріп алатын болсам, мысалға, ешкім келіп мен көңіл күйімді көтермейді, өзімді өзім ғана жақсы көремін деген секілді. Қашанда сондай көтеріңкі көңіл күйде жүргім келеді, жүремін де. Тамаша. Ал енді өнер адамдары қанша дегенмен жабырынық деп жатамыз ғой, кешке жақын шабыт оянып, түнге жақын. Ал таңертең тұруға қиналып жатады. Ал сізде қалай? Менде әрқалай. Тұру керек болатын болса тұрамын. Тұрмау керек болатын болса тұрмаймын. Өзімнің жүрек қалауыммен. Тамаша, қандай неткен бақытты жансыз, өйткені кейбір кезде біз енді жұмысқа келу үшін амал жоқтан келеміз ғой, бірақ сіз өзіңіз жүрек қалауыңызбен жүресіз. Әрине. Керемет. Енді Қыздархан, білуімше сіздің кеше Инстаграм парақшаңызды қарап шықтым. Енді 142 мың оқырманыңыз бар екен. Иә, қазір. Сондай-ақ өте белсенді оқырмандарыңыз қарап тұрсам. Әлеуметтік желіде сіз өзіңіз қаншалықты белсендісіз? Өзіңіз күнделікті өзіңіз отырып саласыз ба, жоқ әлде арнайы СММ мамандары бар ма? Жоқ, арнайы адамдар жоқ, өзім жүргіземін. Көбінесе жегенімді, ішкенімді, жүргенімді, барған жерлерімді көрсете бермеймін. Өнерге байланысты істерімді ғана бөлісіп отырамын көбінесе. Тек қана сол өнер жолын ғана бөлісесіз, иә? Ал жеке басқа келген мәселелер? Мен блогер ретінде жүргізбеймін. Тек қана өнер. Иә. Тамаша. Ал көрермендермен, өзіңіздің оқырмандарыңызбен тілдесіп тұрасыз ба жалпы? Әрине. Сұрақ болады екі ортада. Тыңдармандармен бөлісемін, ақылдасамын, бір нәрсені жасайтын болсам, алдын ала сториста сұрақ қойып кетемін, осылай жасасам бола ма, бұлай жасасам қалай қарайсыздар деп. Содан сол халықтың пікірлерін бір қарап шығамын да, дұрыс жағынан қарап, соны таңдайтын боламын көбінесе. Тамаша. Ал қаншалықты Қыздархан шынайы? Инстаграмдағы ол сіздің образыңыз ба, сахнадағы, ал шынайы өмірде Қыздархан қандай, әлде айырмашылық жоқ па? Айырмашылық жоқ, айырмашылық менде көбінесе живое, жаңағыдай өмірде шынайы мен көрген адамдар, сіз толық қызға ұқсайсыз видеода деп, ал өмірде кішкентаяқ екенсіз деп айтады. Сол ғана айырмашылық. Былайынша негізі көбінесе барлық жерде тура осындай мінез, осындай қарапайымдылық, сіз деп, біз деп солай сыйласып жүремін. Тамаша. Адам көркі сол қарапайымдылық деп жатады ғой, Енді Қыздархан, қалай үлгересіз? Графигіңіз қандай? Енді мәселен, өнер адам болу меніңше арнайы бір талаппен, графикпен жүру керек секілді. Өйткені мынау уақытта мен мынау концертім бар. Мынау уақытта таңертең мысалы сұхбатқа келдіңіз. Одан кейін қалай үлгересіз бәріне? Үлгергенде, бірақ менде де көмекші бар. Именно осы парақшаларды жүргізу барысында емес, той жөнінде сөйлесетін көмекшім бар. Мына күні сенде той, мына күні мынандай, мына күні сұхбат деген секілді маған айтып отырады. Бәрібір біреуің үлгермейсің қанша дегенмен, бірақ барынша барлығына үлгеруге тырысасың. Енді өнер жолында қашаннан бастап келдіңіз жалпы? Бұл өнерге келуіңізге қандай нәрсе себеп болды? Жоқ әлде қаннан берілген қабілет пе? Қаннан келген деп айтса да болады. Кішкентай кезінде негізі мен көпшілік ортада мектеп уақытысында билеп бастағанмын. Сосын бір ес жия келе, уже есейе келе, ата-анам айтты, уже би дегенді тоқтату керек, сен уже үлкен қыз болып жатсың деп. Сосын оны тоқтатып, кейін менде уже дауыс бар екенін байқап, содан кейін ән айтуға көшкен болатынмын. Балалық арманға адал болдым десем де болады. Сол кішкентай кезден бері бері қарай келе жатырған арман. Тамаша. Енді бізді көріп отырған құрметті көрермен болатын болса, міне балалық арманды
тастамау керек, міндетті түрде орындау керек. Сонда ғана жұмысыңыз жемісті болады. Өзіңіздің ісіңізге адал болсаңыз, жүрек қалауымен жүрсеңіз, Қыздархан секілді үнемі позитивте өмірге ғашық болып жүресіз, иә? Әрине, махаббатпен жасайсың ғой, шаршамайсың мысалға. Енді энергияны қайдан аласыз? Мәселен, енді көп жағдайда адамның үнемі позитивте болып жүруі мүмкін емес секілді маған. Көбінесе мен болашақта қандай адам болатыным елестету ғой, былай айтқанда. Ой өміріңді өзгертеді дейді, сөз өміріңді өзгертеді дейді. Көбінесе мен жақсы нәрсені айтуға, жақсы дүниелерді ойлауға, солай өзімді уақытымды соған бөлем көбінесе. Болашақта мен қалай ән айтып жатырмын, қаншама халық мені тыңдап жатыр мысалға да. Соның барлығын көз алдымнан өткізетін боламын. И соларды ойлап жүрген кезде мен прям одан ары қарай қазірден де күшті жұмыс жасағым келеді. Осы арманым бойынша. Мен тоқтамауым керек. Визуализация дейсіз ғой? Визуализация. Тамаша, керемет. Енді есіміңіз де ерекше, Қыздархан, иә? Бірінші естіп тұрмын, расымен. Көп адам солай айтады. Иә, расымен бірінші естіп тұрмын, ерекше, ешкімде жоқ деп айтсақ та болады. Енді бірең сараң. Кім қойған есіміңізді? 101 жасқа келген нағашы атам қойған. Осы қыздың есімі Қыздархан болсын. Өскен кезде өнер жолын таңдасын, мен оны телевизордан қарап отырайын деп, сондай ниетпен қойған екен. Құдайдың құдіреті шығар, қазір шүкір, міне сіздердің алдыларыңызда сұхбат беріп отырмын. Иә, жақсы сөз жарымыңыз дейді, міне. Соған дәлел Қыздархан мәселен өзі де айтып отыр, жақсы сөйлеуге, жақсы ойға адам деген ұмтылу керек. Енді сізде маған қысқаша бір мотивация болып отырсыз бүгін, расымен енді жақсы сөйлеп жүрейік үнемі. Енді Қыздархан, бізде қазір екеуміз ғана отырмыз ғой, енді қыздар бір сырласып көрейікші. Комментарияның астында көріп қалдым, жігіттерден толассыз хаттар келеді екен, иә? Не деген сұлу қыз, не деген дауыс деп тамсанып жатады енді, иә? Құдай шүкір, тфәй деп қойып, көз тимесін. Енді Қыздархан жүрегі бос па, жалпы? Қазірге бос емес десе де болады. Демек, уже бір жігітті жүрегіңізге жаулап алды. Иә, таптым десем де болады, бірақ бір қызық жері біз кездескен жоқпыз. Мәссаған. Ол қалай? Бізде қазірге арақашықтық. Қазірге арақашықтық, танысу үстіндеміз, кездескен жоқпыз, бірақ біз бір-бірімізді әлі көрген жоқпыз. Айта кететіні, нағыз махаббат тән мен тәннің кездесуі емес, екі жанның сана биігінде кездесу дейді. Мәссаған. Бұл да бір хикая шығар, бәлкім, алдағы уақытта айтып беретін. Мәссаған. Бәлкім ән болып шығар, иә? Бәлкім. Бәрі де мүмкін. Енді бір жұмбақ болды ғой бұл. Асыға күтеміз, Құдай қаласа. Енді қиын емес па? Қыз баласына қанша дегенмен енді қасында болғаны міндетті түрде қажет деп ойлаймын. Өзіңіз қалай, қиын емес па сізге? Жоқ, ешқандай қиын емес. Айтып жатырмын ғой жаңағыдай. Нағыз махаббат тән мен тәннің кездесуінде емес, сана биігінде кездесу дейді. Біз сөйлесеміз мысалға, мен оған поддержка беремін, ол маған поддержка береді деген секілді. Ал егер жаныңда жүретін болса, может осындай болуы мүмкін да, сен қайда барсың, сен не киесің, не істеп жүрсің деген секілді сұрақтар болуы мүмкін. Қазір мысалға алыста болғанымыздың себебі ма, әлде шын мәнінде жақсы көргеніміздің себебі ма, бір-бірімізді ешқашан не істеп жатсың, нағып жүрсің, не үшін жүрсің деген сондай өте майда сұрақтармен мазаламаймыз. Наоборот, керісінше, сен не үшін жатсың, тұр, ойбай деген секілді сондай күшті көңіл күйде сөйлесіп, бір-бірімізге қолдау білдіреміз. Негізінде шығармашыл адамдар еркін болып жүргенді қалайды негізінде. Еркіндікті оларға кесіп тастасаң қанатсыз құстай болып қалатын секілді. Енді Құдай қаласа сол ер азаматыңыз келіп сізге өнер жолын таста, немесе мынауың дұрыс емес, мынауыңды қой деп жатса, оған қалай қарайсыз? Оның мен үшін ешқандай қиыншылығы жоқ. Көп адамдар айтады, өнер жолын таңдаған қызды алу өте қиын нәрсе негізі. Оларды үйде ұстай алмайсың дейді. Ал бірақ шын мәнінде өнер адамы деген ол ішіндегісін кез келген жерде, даже посуда жуып тұрып, асханада да шығарып ала алады. Ол не обязательно, міндетті емес, сахнаға жүруі, тойға шығуы
кез келген жерде үйде ешкім болмаса рахаттанып үйді сыпырып жүріп үйді тазалап жүріп ішіңдегі барлық нәрсені әнмен айғайлап тұрып қолыңда ручка парақ болса жазып жіберіп солай шығарып алуға да болады. Главное өнер өлмеу керек. Мен мына жақта тұрмыс құрып мысалға сондай отбасын бастап кеткеніммен мына жақта өнер бәрібір дамай береді. Менің жазуым тоқтамайды, ән шығаруым тоқтамайды. Артта келе жатқан қаншама өнер жолын таңдаған інілеріміз бар, сіңілдеріміз бар. Соларға тегін беруге может. Солар арқылы мен өнерімді ары қарай жандандыруым әбден мүмкін. Дұрыс айтасыз, негізі іштегі толқынысты, энергияны, шабытты шығармасқа болмайды. Енді кейбір кезде қыздар мен түсінетін шығар, үй жинап жатып та музыканы бақыртып қойып, жаңағы өзіміздің іштегі таракандарымызды шығарып аламыз ғой. Өзімізді әнші секілді сезініп. Негізі өте дұрыс айтасыз, қолда қаламыңыз бар болса да, ішкі жан дүниеңізді сол қаламға қағаз бетіне түсірсеңіз, кәдімгідей жеңілдеп қаласыз. Енді қағаз бетіне түсіру демекші, өзіңіз айтыңыз, жаңа әндерді, тіпті сөздерін де өзім жазамын деп қалдыңыз. Бұл қабілет, енді талант. Ең алғашқы, ең бірінші жазған өлеңіңіз есіңізде ме? Кімге арналып жазылды? Алғашқы әнім «Махаббаттың қағидасы» деген ән болатын. Өмірімде мен бір жігітті қатты ұнатқан болатынмын студент кезде. Соны ойлап отырып бір жазғаным бар. Бірақ ол деген қалып қойды ғой, ол деген жай ғана бала махаббат. Соның арқасында шығып кеткен «Махаббат қағидасы» деген ән болатын. Тамаша, бірақ тәтті қиял, Тәтті қиял. Бірақ одан кейін мен қазір көбінесе позитивно, күшті адамдарға шабыт беретін әндер жазып бастадым. Бәрібір оны махаббатты бұрынғылар да айтқан, қазіргілер де айтады, кейінгілер де айтады. Ол бітпейді ғой. Оның бәрібір шыңына жетпейміз ғой біз. Сондықтан да оны мұңайып, қайғырып, сағындым деп нетудің қажеті жоқ деп ойлаймын өзімше. Қазір тек қана адамдарға шабыт беретін, мені естіген кезде ай деп қалатын сондай бір күшті әндер, сөздер жазғым келеді. И жазып та жүрмін. Расымен жаңа әлеуметтік желіде тойға шыққан бір видеоңызды көріп қалдым. Расымен тыңдасаң, ай деп билеп кететін, жандандыратын әндер. Оны да өзіңіз жазасыз. Көбінесе, Енді қанша уақыт кетеді бір әннің шығуына сіз үшін? Бір оқиға себеп болады. Мен ән жазады екем, сөз жазады екем деп таңнан кешке дейін отыра бермеймін. Өз келеді, ол түнгі сағат 4-те келіп қалуы мүмкін. Мысалға жолға срочно шығып кетіп бара жатып, сол уақытта келіп қалуы мүмкін. Сол моментті үлгеру керек. Ал мәселен тапсырыс беретін болатын болса, тапсырыстар беріле ме сізге? Міне Қыздархан, мен осы тақырыпта ән жазғанымды қалап тұрмын. Осы тақырыпта жазып берші десе, жазасыз ба? Қабылдайсыз ба? Осы уақытқа дейін бірнеше кісіге бірнеше әндерді берген, олар да орындап жүр. Адамша өмір сүріңдер деген ән болған. Жандос Әлімбетов сөзін жазған, әнін мен жазған, Қамар Сұлу деген әпкеміз орындайды. Одан бөлек Сенсіз жерде кіммін мен деген ән бар, оны Азамат деген ағамыз орындайды. Тамаша. Одан да басқа әндер бар. Ал әннің тақырыптарын кім қояды? Сіз өзіңіз қоясыз ба? Өзім жазған әндерді өзім қоям. Көбінесе менде Жандос Әлімбетов ағамызбен ақылдасып, сөзін сол кісі жазады, әнін мен жазам. Тақырыбын ортақ ойға келіп, ақылдасып қоятын боламыз көбінесе. Тамаша. Өйткені қарап отырсам, бір тұңғиыққа толы, тәтті қиялға толы, бір ішіңіз, жан дүниеңіз тап-таза бір қиялға толы жан секілдісіз де. Енді ондай адамдар енді көп болса, тіпті әлем керемет болатын секілді маған. Өйткені өнердің адамы бәрібір де басқаша көрініп тұрады. Енді сізге бұндай жандардың негізі құрбы-құрдастары өте сирек, аз болып жатады. Сізде қалай? Достарыңыз көп па? Шынайы достар дейікші. Шынайы достар. Мен көбінесе ер адамдармен күшті дос боламын. Қыздар санаулы бірақ. Бірнеше ғана былай санап беруге болады. Көбінесе ер адамдармен. Ал өзімнің өмірлік досым қашанда жанынан табылатын, қандай жағдайда болмасын, Ақбота деген жан құрбым бар. Бала күннен бірге өскен, екеуміз көрші болғанбыз, екеуміз бір мектепте оқығанбыз, солай. Енді қазір екеуміздің арамыз алшақтық. Ол тұрмысқа шығып кетті, мен бойдақ. Енді Ақбота бізді көріп отырған болса, сәлем жолдап қояйық, Ақбота? Жаным, сәлем.
сәлем жолдаймыз, сізде аман болыңыз. Енді қазір енді барлық қыздың арманы сол тұрмыс құру шығар, иә? Енді барлық қыздың арманы демей қой, мен де арманым ондай емес. Мұраты дейікші, қыз мұраты кету дейміз ғой енді. Бақытты болсын, қанша дегенмен. Көбінесе сондай тұрмысқа шығып кетіп жатса, қыздардың арасы үзіліп жатады, иә? Енді ол өкінішті негізінде. Жоқ, бірақ үзілді дегенде біз араласпай қойдық деген сөз емес, әлі күнге дейін. Үйіне де барып тұрамын, ол келген кезде мені іздеп тұрады. Әлі күнге дейін керемет араласамыз, әлі күнге дейін сырласамыз. Тамаша. Ал енді тойға қаншалықты жиі шығасыз? Күнделікті ма? Күнделікті емес, кейде болады, мысалға, менің өзімнің арнайы гонорар бар, белгілеп қойған сума, содан төмен айтатын кездер болады. Осы ән үшін шақыра салайықшы деген андай бір басқаша көзқараспен айтатын кісілер болады. Қанша дегенмен сол кісілерге бармайтын кездер болады. Жүректері қалап айтады, шын жүрекпен айтатын адамды сөздерінен ақ байқауға болады ғой. Сені қатты жақсы көреді, мен анам жақсы көреді, әкем жақсы көреді, келіп беріңізші өтініш, қалтамда осындай бар, осыны бере аламын сізге деген жандар болады. Сондай кісілерге барып беретін кездер болады. Бір кісілер болады, менің өнерімді бағалап, мен айтқан суммадан да үлкен сумма береді, артынша үлкен сыйлықтар беріп жатады. Әртүрлі жағдай болады, сондықтан да күнделікті емес той. Түсінікті. Ал жоқ, мен болды, шаршадым, өзіме демалыс жариялайыншы деген кездер болып тұрады ма? Жоқ, ондай болмайды. Өйткені мен өзім өнерге деген махаббат бар емес пе. Бірақ күнделікті тойға деп бет бұрып кеткен жоқпын. Олай болатын болса, менде өсу қалып қояды ғой. Күнде той болатын болса, мен шаршаймын, мысалға да ары-бері жүргеннен шаршаймын. Уже шабыт та келмей қалуы мүмкін. Сондықтан да тойға баратын кезде, тойға барып кеп, бос кезде өзімнің шабытыммен жұмыс жасап, солай алдағы уақытта концерттерге дайындалып, солай жүремін. Тамаша. Енді өзіңізге ең жақын өзіңіз жазған өлеңіңіз қандай? Әніңіз? Бір осы, бір тәтті естелікке толы ән мен үшін деген. Бар ма сондай? Иә, соңғы жазған әнім «Кедергі не» атты ән. Осы жақында шықты. Адамға деген шабыт сыйлайды. Тыңдаған адам кәдімгідей ойын өзгертеді деп ойлаймын. Негізі оны өз-өзімді қамшылау мақсатында жазған болатынмын. Түннің бір уақытында. Сол жаңадан өмірге. Тарихы не? Қалай, не үшін тақырыбы бұндай? Сонда қандай да бір мақсатқа жету үшін кедергі не деген сөз бе? Мен әлде дұрыс емес түсініп тұрмын ба? Жоқ, мен өзім ауылдың қызымын ғой. Бізде мысалға жасың 25-ке келіп жатыр, нағып жүрсің деген сұрақтар болады ғой, енді білетін шығарсыз. Жақсы түсінемісіз? Менің анам қатал десем де болады. Маған айтқан, 25-ке дейін өзің тауып, тұрмыс құрсаң құрдың, 25-тен кейін кім кеп сұраса, алып кете беріңдер деп мен айта саламын. Сондықтан да менің анам айтты ма, оны орындайтын кісі, сондықтан да мен деген жаймен деп әрекет жасайын деген бір ой болды. Бір күні жатырмын, түннен таңға дейін бір еш ұйықтай алмай кеттім. Ойымда деген неше түрлі сұрақтар, жасым 25-ке келіп жатыр да, мысалға. Ертеңгі күні шынымен де мен анам басқа біреуге беріп жіберсе не болады? Өнер қайда қалды, мен қайда қалдым, махаббат нағып жүр деген сұрақтар мазалады да. Сосын осы жақында танысқан жігіттің өзі де мысалға маған айтқан, енді деген осы керемет ән екен, неге шығармасқа? Осы әніңді шығар деп, ол да мына жақтан шабыт беріп, сондай бір, шын мәнінде кедергі не маған? Жас емес та, мысалға, Алла берем десе уақытқа, жасыңа қарамайды ғой. Осы сөздерді өзімнің ой елегімнен өткізіп отырып, әнін, сөзін жазып шығарған болатын. Тамаша. Енді Алла бізді әрқайсыңды жұп-жұппен жараттық дейміз деп айтқан ғой. Енді өзіңіздің жұбыңызды Құдай қаласа осы ер азамат болсын, болмаса бір өзіңіздің серігіңіз Құдай қаласа жолықсын дейміз. Енді қашан да асықпаңыз, жұрт сөйлей береді, не дейді. Ең басты өзіңіздің жаныңызға жылы, өзіңіздің рухани жаңағы сана биігінде жолыққан тұлға болса болды емес пе? Енді Қыздархан, сүбелі сұхбатқа алғыс білдіреміз. Қонақ кәде сұрайын деп отырмыз, сол кедергі не деген әніңізді бір тыңдап көрейікші, рұқсат болса. Тамаша.